Барлықтарыңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде жаңа видео. Видеоны уже атын оққандарыңыздай, мен 2025-тен 2026-ға дейінгі естеліктер, яғни осындай заттарымды, наклейка, пакетик дегендерді, бір осындай коробкаға салып, бір жерге қойып қоятын боламын. И келесі жылы, яғни 2026-ның примерно 1-ші немесе 2-ші январында осыған қайтып ашып обзор түсіретін боламын. Қазірде мен осындай білесіздер, Kuromi коробкада, яғни Tiny Santaдан алған коробканың ішіне осындай заттарымды салып қойдым. Қазір обзор көрсетіп кетейін. Ең бірінші бізде осындай 3 наклейка. Осындай 3 наклейка, мынандай пакетиктің ішіне салып қойдым келесі жылға деп, келесі жыл қолданам деп. И осындай Хват Сунжи и Бегидегі, наклейкалар, ішінде сольда бар. Осындай двухсторонний скотчтан 2 салдым, менде әлі 4 бар үлкен. И осындай канцелярский нож, бұндай менің, Kuromi бар, сондықтан осыны қояйын деп шештім. Келесі бізде осындай наклейкалар өте көп, мен бұны ашып көрсетпей қояйын, себебі жабыстырып қойғанмын. Бұның ішінде карточкалар бар, бұны да көрсеткім келіп тұрған жоқ. Давайте оданша көрсетіп кете салайын да. Осындай Лиса, сосын Stray Kids, сосын Момо, сосын тағы Лиса. Осындай 4 штук карточка, Blackpink'тан 2, и Stray Kids, сосын Miss Somo'дан. Сондай 4 карточка, осындай протекторге салып қойдым, қараңыздар, өте күшті. И менің қолдан жасалған блокнотым, әлі ішіне дымда жазылмаған. Енді бірінші беті, бұны мен өзім қолдан жасағанмын. Егерде сіздерге қызық болса, осындай блокнотымды, яғни қолдан жасап, сіздерге көрсетіп кететін боламын қалай жасағанымды. Келесі бізде осындай Kuromi наклейкалар, бұл жерде 15 ба 16 наклейка бар. Менде әлі тағда 15-16-дай наклейка бар. Бұдан бөлек, сол мына жерде 4 түстен пакетиктер, 4-4-еуден, осындай көктен 4-еу, розовыйдан 4-еу, сосын ақтан 4-еу, и сардан 4-еу, осындай 16-ма, сондай, примерно сондай, 12 не пакетик. Келесі бізде осындай, осындай қағаздан, и осындай наклейка, Ваньонның и осындай Мамелодидің наклейкасымен, осындай карточка или люкс копия. Білмеймін, точнысын. Осындай, Ваньон, екі оқсамайды, но Ваньон. Осындай офпа, осындай карточка салып қойдым келесі жылға. И менің 2020 жылғы блокнотым. Достар, қараңыздар. Келесі жылы тағы да обзор көрсетіп кететін боламын. Бұған әрине де. Давайте дұрыстап салайық. Сосын мұнау тұрды жаңа. Осылай салайын. Келесі мұнау блокнотымды осылай салайын. Давай сала берейінші осылайын. Сосын мұна наклейка, карточка, мұнау наклейка, яғни Kuromi наклейка. Сосын, осындай заттар. Келесі бізде осындай өте көп наклейкаларды салайық мына жерге. Келесі осындай менің, бұрыннан бері қолданып келе жатқан канцелярский нож, осындай, канцелярский ножым, сосын осындай мини двухсторонний скотч, тағы да мини двухсторонний скотч. Достар, осымен менің видеом аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнаса, маған тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алда осымен менің видеом аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге өте көп рахмет. Алда өте күшті видеолар, влогтар, челлендждер, идеялар, өте басқа да өте көп күшті видеолар, челлендждер, сондай өте көп видеолар шығып отырады. Әрине де арнама тіркелуді, лайк басуды, комментарий жазуды, колокольчик басуды, достарыңызға жіберуді ұмытпаңыздар. Және де достар, менің каналыма өте күшті видео, яғни челлендж шықты. Қандай челлендж десеңіздер, мен Кәусарда аңдаймын дейтін күшті, прям топ видео, яғни челлендж шықты. Каналыма кіріп көріп кетіңіздер, және де ода обложка қойылды. Білмеймін қалай қойылған, өзімен өзі солайынан обложка қойылды. Егер қызық болса, каналыма кіріп көріп кетіңіздер, өте күшті. Және де мен яғни осы не дейсің бат,
короче осы коробканы, яғни осындай наклейка качкаларым бар коробканы мен бір жылға короче ненің осы рабочий столдың үстіне қойып қоям. Ол бізге көрінбей тұрады. Сондықтан келесі жылы короче сіздерге қайтып ашып обзор түсіретін боламын. Видеоның соңына дейін көргендеріңізге өте көп рахмет. Және де достар, мен жаңа айтып кеткендей, ана көк канцелярский нож, бұрынғым деген, оны салам. И куроми бар деген, вот қараңыздар, менің куроми канцелярский ножым. Короче, бұны маған әдемі дейтін қыз Tiny Santa'да берді. Маған қатты ұнады, өте күшті. Егерде Tiny Santa деген қызық болса, әрине каналыма шыққан, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Және де каналымда басқа да видеолар бар. Яғни менің каналымда 450-ден астам, қараңыздар, сөйлеп атқаннан қозғалып жатыр. 450-ден астам видео бар. Әрине де қызық болса, каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Өте күшті, қызықты челлендждер барлығы бар. Әсіресе маған ұнаған Back to School, яғни Back to School менде көп қаралым жинаған, яғни 1000-нан астам просмотр жинаған. Каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Тағы да өте күшті видеолардың бірі 24 сағат терезенің алдында, және де 24 сағат машинаның ішінде. Ол өте күшті. Прям заттарының барлығы, қалай түсірілген барлығы бар каналымда. Кіріп көріп кетіңіздер. Және де достар, мен бумажный сюрприз жасап жатырмын. Менде новый коллекция, яғни атын ойластыра алмай жатырмын, сондықтан видео шықпай жатыр. Атын тапсам, бір өзім кез келген бір ат қоя салып, бірден сіздерге видео түсіретін боламын. Яғни бумажный сюрприз новыйдан коллекция шығады. Әрине де өте күшті коллекция. Каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Және видеоны соңына дейін көргендеріңізге сіздерге өте көп рахмет. Және де достар, қандай видео влогтар шығарайын, комментарий ашық болса, әрине комментарийға жазуды ұмытпаңыздар. Кстати, достар, мен тағы да бірдеңе айтып кетейін. Кәусардың каналы, яғни мен описаниеге Кәусарды белгілеп кетем. Кәусардың каналына кіріп көріп кетіңіздер. Ода да күшті челлендждер, әртүрлі видеолар бар әрине де. Сондықтан комментарийға кіріп, описаниеға кіріп, соның каналына кіріп, тіркеліп, лайкпыз видеоларды көріп, қолдап кетіңіздер. Және достар, мен өте қысқы бір видео түсірейін деп жатырмын. Ол видеоның атын айтып кетейін. Болашақтағы өзіме кеңес немесе өзіме яғни болашақтағы өзіме сұрақтар немесе басқа да сұрақтар, тағы да айтарларым, сондай Қарақыз дейтін блогердің, яғни Қарақыз дейтін блогер, Қарақыз, яғни сондай бір блогер бар. Содан көрдім мен, мысалы осы 2021-ді, 2022-ні, 2023, 2024 солайынан түсіріп келе жатыр. Әрине мен де сөйтіп видеолар шығаратын боламын осы каналыма. Сол видеоларды көру үшін каналыма тіркеліп кетіңіздер. Яғни мен бір-екі күннің арасында бір-екі күнде сіздерге өте күшті видео түсірем. Мысалы ол мынандай болашақта өзіме кеңестер немесе болашақтағы өзіме айтарым, тағы да болашақтағы өзіме сұрақтар деген сияқты сондай өте күшті видео болады. Әрине каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Және де достар, бумажный сюрпризға идея жазып кетіңіздер комментарийға. Мен идея таппай жатырмын, сондықтан бумажный сюрприздер аз шығып жүр. Но көп шығаруға тырысатын болам. Және де достар, мен осы видеоның астына Лиса тұрған жерге өз инста парақшамды жазып кететін болам. Инста парақшама кіріп көріп кетіңіздер. Ол жерде тікелей видеолар шығып отырады. Яғни мен қазір не істеп жатырмын, соның барлығын сіздерге видеоға түсіріп, сөйтіп салып отыратын болам. Әрине де менде қазір 230 подписчик, алда 1000-ға, 10 000-ға, 100 000-ға деген сондайға жеткім келеді. Сондай подписчикке, соның себептен мені қолдап тіркеліп кетіңіздер. Әрине де осы ютубтағылардың барлығы инста парақшама тіркелсе, менде өте күшті подписчиктер жиналып, өте күшті видеолар шығып, сөйтіп көңіл күймен сіздерге күшті видеолар түсіріп отыратын боламын.
және видеоларымды осы ютубтағы видеоларымды соңына дейін көріп отырыңыздар, себебі маған ол деген өте көп көмек, яғни монетизацияға жетуге, яғни монетизация қосылуға сіздерден деген маған көмек болсын деп видеоларымды соңына дейін көріп кетіңіздер. Сіздер видеоларымды соңына дейін көрсеңіздер, маған сағат қосылады. Сол себептен каналыма кіріп көріп кетіңіздер. Осы видео сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұнаса маған тіркелуді, лайк басуды ұмытпаңыздар. Және де комментарияға өз пікірлеріңізді, ойларыңызды жазып кетуді де ұмытпаңыздар. Және каналымдағы Кәусарды аңдимын деген челленджді көріп кетіңіздер. Негізі маған сол челлендж өте қатты ұнады. Тағы да алдағы сондай видеолар шығарып отыратын боламыз Кәусар екеуміз. Және де Кәусар жақында мені аңдимын деп айтып жатыр. Мен барлығын қарап, сөйтіп видеолар түсіріп жүретін боламын. Егер қызық болса тіркеліп кетіңіздер. Осымен менің видеом аяқталды. Соңына дейін көргендеріңізге көп рахмет. Және де мен бұны бұл видеоны қай кезде көріп отырсыздар, соны комментарияға жазып кетіңіздер. Яғни мен қай уақытта салдым, сіздер қай уақытта көрдіңіздер деген секілді. тиктоктағы трендті жалғастырып, яғни тиктоктағы трендті қайталап көрейік. Осымен менің видеом аяқталды. Қош сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Және де осы видеоға осындай обложка қойылды ма, қойылмады ма, комментарияға жазып кетіңіздер. Мен қоюға тырысатын болам енді. Мінекей осымен менің 2025-тен 2026-ға дейінгі естеліктерім осымен аяқталды. Осы заттарды шкафқа қазір шкафтың, яғни рабочий столдың төбесіне қойып қояйын.